Ақыр заман боларда, құрамалы қорғанды үйің болады, айнымалы төкпелі бейің болады, халқыңа бір тиын пайдасы жоқ, ай сайын бас қосқан жиын болады. Ішіне шынтақ айналмайтын ежірей деген ұлың болады, ақыл айтсаң ауырып қалар, бежірей деген қызың болады. Алдыңнан кес-кестеп өтетін кекірей деген келінің болады. Ішкенің сары су болады, берсең итің ішпей, бірақ адам оған құмар болады. Домалақ түймедей дәрің болады, жастарға билігі жүрмес кәрің болады. Ертеңіне сенбейтін күнің болады, бетіңнен алып түсетін інің болады. Алашы бар тілің болады, дүдәм алдау дінің болады. Әйелің базаршы болады, еркегің қазаншы болады. Бұқараны құм алады, төрткілді су алады. Өлімің қойдай болады, садақаң тойдай болады. Түйең бұлан болады, жылқың құлан болады. Сиыр пұл болады, қатын бей болады. Қиналғанда шапағаты жоқ, жақының болады. Ит пен мысықтай аралдасқан еркек пен қатының болады. Ақыр заман боларда, орыс қазақ қосылып, бір-біріне үйір болады. Сөйткен заман кез келсе, түзелуі қиын болады. Соның бәрін көрерсің, көріп барып өлерсің.